Мұқашылық Арнайы жалпы еліміздегі атом электр станциясының құрылысы іске асырылатын болса, бұл жоба оңтүстік өңірдегі энергия тапшылығын қаншалықты шешуі мүмкін? Енді мемлекетімізде энергия тапшылығы қазірдің өзінде көрініп отыр ғой. Барлық балансты айтып жатыр. Біздің тұтынатын мен біздің өндіретін электр энергия көлемі әрине мынау былайша айтқанда дефицитіне тапшылық болып отыр. Мысалға былтырдың өзінде 3 миллиардтан артық киловатт электр энергияны біз импорттап отырмыз. Ал енді мынау оңтүстік өңірлерді алатын болсақ, оңтүстік өңір дегенде бұл Қызылорда облысы, Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Жамбыл облысы, Алматы қаласы, Алматы облысы, Жетісу облысы. Қазірдің өзінде мысалға бір сағатта бұл өңірде 4650 мегаватта электр энергия қажет етіледі. Ал осы қажетті электр энергияның тек қана 55%-ын ғана оңтүстік өңірдегі электр станциялары өндіреді. Соны өзіңіз көріп отырсыз. Енді оңтүстік өңірдегі тапшылық бұл жылдан жылға одан да артып келеді. Себебі енді халықтың тығыз орналасқан өңірі оңтүстік, кәсіпорындардың көптігі оңтүстік. Ал енді бұл жай уақытта емес, ал қыстың күні бұл тапшылық одан да көп арттырады. Сондықтан мынау атом электростанциясының салынуы оңтүстік өңірге өте қажет деп айтам. Ойлаймын. Сондықтан бұл енді оңтүстік өңірде бұл тұрақты энергия өндіретін кәсіпорын болайын деп тұр. Сондықтан бұл оңтүстік өңірдегі тапшылықты менің ойымша жоюға үлкен атсалысады. Демек, энергия тапшылығын шешуде АЭС құрылысы бұл ең тиімді шешім ғой, иә? Енді халықтың саны өсіп жатыр, кәсіпорындар өсіп жатыр, экономикамыз жылдан жылға қалай да болса ол дамып келе жатыр. Ол енді бір жылда салынатын станция емес, оны 7 жылдан 12 жылға дейін деп отыр. Басқа да энергия көздерінің қолданылатын электростанциялар салынып жатыр ғой. Менің ойымша бұл тапшылықты мүлдем жояды деп айта алмаймын, бірақ ол тапшылықты едәуір қысқартуға өте үлесін қосады. Менің ойымша бұл тек қана бірінші қадамы болу керек. Егер ертең халық қолдайтын болса, менің ойымша ол ары қарай да осы атом электростанциясын Қазақстанда дамытуға біздің мүмкіншілігіміз өте көп. Біз енді энергия тапшылығы жайында айттық. Сондай-ақ осы АЭС құрылысы оңтүстік өңірдің экономикасына қалай әсер етуі мүмкін? Солтүстік өңірден оңтүстікке беретін электр жүйелері ол өзінің шектеуі бар оның. Сондықтан қыстың күні мысалға оңтүстік өңірдегі кәсіпорындар мен тұрғындар электр энергия тапшылығын одан да көп сезінеді. Көптеген кәсіпорындар өзінің мүмкіншілігінен төмен жұмыс істейді. Ол қыс дегеніміз мынау қараша айынан бастап сәуір айына дейін. Сондықтан былай қарасаңыз 5 ай біздің экономикамыз электроэнергия тапшылығын одан да көп сезінеді. Сондықтан бұл атом электростанциясы Қазақстан экономикасын дамытуына менің ойымша өте үлкен үлес қосады. Негізінде оңтүстік өңірлерге. Себебі солтүстік өңірде электроэнергия тапшылығы жоқ. Батыс пен шығыс өздерінің өндірілген көлемін өздері қолданылады. Ең үлкен тапшылық бұл оңтүстік өңірде. Сонымен қатар осы АЭС құрылысы кезінде қауіпсіздік мәселелері қалай шешілмек? Бұл жоба қаншалықты қауіпсіз? Енді қауіпсіздік жағынан айтып отырмыз ғой, мынау енді қазіргі салынып жатқан мысалға атом реакторлары бүгінгі заманға сай болып жатыр деп айтуға болады. Неге қымбат деп ойлаймыз ғой? Сонда 40-50% сол үлкен соманың ең бірінші атом электростанциясы қауіпсіздігіне жұмсалады. Сондықтан қазірдің өзінде Түркия мемлекетінде салынып жатқан электростанциясында көріп отырмыз. Бәрін оқып біздің әріптестерімізде болып келді. Ол жерде қаржының 40%-дан артықтығы осы атом электростанциясының қауіпсіздігі. Енді ол жерде мысалға мен ойламаймын, түрік халқы, қазақ халқы сияқты оларда қауіпсіздік мәселесіне көп көңіл бөлініп отыр. Егер де ол мемлекет осындай шешім қабылдайтын болса, біздің Қазақстанда ертең болашағымыз керек болатын болса, ертең біздің экономикамыз даму керек болатын болса, бізде дұрыс шешім қабылдауымыз керек деп ойлаймын. Жалпы бұл жоба қоғамда түрлі пікірлер туғызуда, сонымен қатар электр энергиясының тарифі де өзекті мәселенің бірі болып отыр. Сіздіңше электр энергиясының тарифі арзандауы мүмкін бе, әлде керісінше қымбаттауы мүмкін бе?
енді мынау енді атом электростанциясын салған кезде әрине көп қаражат жұмсалады, ал бірақ кейін ол станция жұмысқа қосылған кезде мынау ол шығындардың барлығы жаңағы электроэнергия өндіруге ол азаяды. Сондықтан барлық жерде түсінікті мынау атом электростанциясының салынған өндірілген электроэнергияның құны, бағасы басқа көздерге қарағанда едәуір арзан. Мұқаш Зұлқарнайұлы уақыт бөліп өзекті сұрақтарға жауап бергеніңізге көп рахмет.